Сәлеметсіздер. Бүгін біздің физиканы пайдалануға арналған соңғы сабағымыз, балалар. Сондықтан мұқият тыңдайық. Сабақ гидроаэростатика деп аталады. Алдыңғы сабақ гидроаэродинамика деп аталып еді. Гидроаэростатика. Бұл сұйық немесе газ тыныштық күйде тұрған кездегі жағдайларды зерттейді. Гидростатиканы ғылым ретінде қалыптастыруда Архимед, Паскаль, Торричелли деген ғалымдар айрықша еңбек етті. Бүгінгі сабақта осы ғалымдардың ашқан жаңалықтарына тоқталатын боламыз. Гидростатиканың негізгі заңы болып табылатын Паскаль заңы. Заң былай айтылады: сұйыққа немесе газға түсірілген қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз жеткізіледі. Мына суреттердегі көрсетілген нәрселер атақты Паскаль шары деп аталады. Бұл да біздің физика кабинеттің зертханаларында бар. Шардың ішіне су толтырып, мынау шар шприцке бекітілген. Шприцтегі поршынды итеретін болсақ, шардың жан-жағында тесіктер бар. Сол тесіктерден жан-жаққа бірдей шашырап сұйық шығады. Немесе мына жерге газ толтырсақ, түтін толтырсақ, будақтап түтін шығады деген сөз. Бұл тәжірибе газға немесе сұйықтарға түсірілген қысым, поршынды итеру арқылы қысым түсіріп жатырмыз. Қысым барлық жаққа бірдей беріледі деген сөз. Бұл гидростатиканың негізгі заңы, Паскаль заңы. Енді Паскаль заңының практикада қолданылуының ең жарқын мысалдарының бірі гидравликалық машиналар. Практикада өте көп қолданылатын. Бұл машиналардың жұмыс істеу принципі Паскаль заңына негізделген. Гидравликалық машиналардың құрылысы өте қарапайым. Қатынас ыдыстар түрінде жасалынған, екі цилиндрден тұрады. Біреуінің көлденең қимасының ауданы кішірек, екіншісі үлкенірек болады. Екеуі бір-біріменен қандай да бір әдіспен жалғастырылған. Ішіне, қатынас ыдыстардың ішіне, цилиндрлердің ішіне май құйылады. Себебі майдың поршындардың әрлердің қозғалысы кезінде үйкелісті азайту үшін май құйылады. Енді қалай жұмыс жасайды? Ол үшін мына кіші поршынге күш түсіріледі. Бір күш. Сол кезде қысым пайда болады. Қысым ол күштің ауданға қатынасы. Мына бірінші поршынге түсірілетін қысым. Енді Паскальдың заңы бойынша осы қысым мына сұйық арқылы, май арқылы екінші поршынге беріледі. Екінші поршынге түсірілетін қысым былай анықталады. Енді Паскальдың заңы бойынша сұйықтар арқылы берілетін қысым өзгермейді. Сондықтан P1 қысым мен P2 қысым бір-біріне тең дейміз де, мына екі формуланы теңестірсек, біз мынандай пропорция қатынас аламыз. Немесе мына пропорциялардың мүшелерінің орнын ауыстырсақ, мына қатынасты аламыз. Бұл нені білдіреді? Суреттен көріп отырсыздар, біз кішкентай поршынге азғантай ғана бір күш түсіріп, үлкен поршынды үлкен күш шығарып аламыз. Мына ауыр затты автомобиль тұр. Кішкентай ғана күшпенен автомобильді көтеруге болады. Бұл нені білдіреді? Бұл гидравликалық машиналар бізге жай механизмдер сияқты күштен ұтыс алу үшін қолдануға мүмкіндік береді екен. Қанша есе күштен ұтыс аламыз? Үлкен поршынның ауданы кіші поршынның ауданынан қанша есе үлкен болса, сонша есе ұтыс аламыз. Мысалы, үлкен поршынның ауданы 20 сантиметр квадрат, кішісінікі 4 сантиметр квадрат болса, екеуінің қатынасы 5-ке тең. Біз яғни 5 есе
күштен 30 аламыз. Мысалы, мына жерге 10 ньютон күш түсіріп, мына жақта кіші поршенге 10 ньютон күш түсіріп, үлкен поршеннен 50 ньютон күш шығарып алуға болады. Бұл өте тиімді, пайдалы құрылғы екен. Міне, Паскаль заңының практикада қолдануының бір мысалы осындай. Енді мұндай гидравликалық машиналардың түрлері өте көп, әртүрлі мақсатта қолданылады. Гидравликалық пресс дейді. Мысалы, картондарды немесе біздің мебельдеріміздің тақтайларын, сіздердің парталарыңыздың бетін пресстеу үшін осындай гидравликалық пресс қолданылады. Мына гидравликалық насос шлангіменен су айдап жатыр. Мына гидравликалық домкрат. Машиналарда дөңгелегі жарылып қалған жағдайда машинаны көтеру үшін осындай домкраттар қолданылады. Мынау гидравликалық көтергіш. Бұл машиналарды жөндейтін техстанцияларда қолданылады. Мына гидравликалық отбойный молоток дейді. Балға ұратын. Мынау гидравликалық тормоз дейді. Бұрын ертеректегі ескі автобустарда пазик автобустардың есігін ашып жапқан кезде пысылдап газдың пысылдап кіріп шығып жатқан дыбысын еститін едік қой. Вот сол гидравликалық тормоздар. Қазір енді ондай тормоздар қолданылмайтын сияқты. Басқа механизм қолданылады көліктердің есігін ашып жабу үшін. Міне осындай гидравликалық машиналардың әртүрлі мақсатта қолданылатын түрлері бар. Содан кейін бізде жерді қоршап тұрған атмосфера қабаты бар. Атмосфераның өзінің ішінде қозғалыстар болып жатады, бірақ түгел атмосфера, жерді қоршап тұрған атмосфера ол тыныштықта тұр деп есептейміз. Себебі жердің тарту күші ол атмосфераны ұстап тұр. Міне сол атмосфераның, яғни статикалық атмосфераның жер бетіне түсіретін қысымын атмосфералық қысым деп атайды. Атмосфералық қысымды көбіне миллиметр сынап бағанасы деген өлшем бірлікпен өлшейді. Паскальмен де өлшейді. Бірақ көбіне практикадағы қолданыстағы өлшем бірлігі 1 миллиметр сынап бағанасы. Бұл қайдан шыққан? Өлшем бірлік деген сұрақ пайда болады. Ол мынадан шыққан. Атмосфералық қысымды есептеп шығару өте қиын, өйткені оның көлемі, алып жатқан аумағы өте үлкен. Сондықтан атмосфералық қысымды өлшеу үшін тұңғыш рет тарихи тәжірибе жасаған итальяндық ғалым Торричелли. Бұл ғылымда Торричелли тәжірибесі деп енді атмосфералық қысымды өлшеуге арналған тәжірибе. Схемасы мына жерде көрсетілген Торричелли тәжірибесінің. Ол сынаппен жасалынған тәжірибе. Сөйтіп, ол өз тәжірибесінің қорытындысында 760 миллиметр сынап бағанасы қандай қысым түсірсе, қалыпты атмосфералық қысым сондай екендігін дәлелдеген. Сөйтіп, қалыпты атмосфералық қысым 760 миллиметр сынап бағанасына немесе паскальға айналдырғанда 100 кило паскальға тең. Шамамен аздап артық бар, 101,3 дейді. Бірақ есептеулер кезінде біз 100 кило паскаль деп аламыз, немесе оның 5 дәрежесіндегі паскаль. Атмосфералық қысымды, жалпы қысымды өлшеуге арналған құралдар мыналар. Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал барометр анероид деп аталады. Мына жерде барометр анероидтың шкаласы қазір бізде 725 миллиметр сынап бағанасындағы қысымды көрсетіп тұр. Бұл қалыпты атмосфералық қысымнан сәл төмен. Ал атмосфералық қысымнан көп немесе аз қысымды өлшеу үшін қолданылатын құралдарды манометрлер деп атайды. Мынау сұйықты манометр у тәрізді түтік түрінде, қатынасы тыстар түрінде жасалынған. Бұнымен сұйықтардың ішіндегі қысымды лабораториялық жағдайларда өлшеуге болады. Лабораторияда бар. Енді мынау металл манометр деп аталады, мынандай манометрлер.
бетінде шкаласы бар. Мұндай манометрлер көбіне сіздерге жақсы таныс. Автомобиль дөңгелегінің ішіндегі қысымды өлшеуге арналады, өлшейді. Сонымен басқа мақсаттарда да қолданылады. Сіздерге таныс жағдайды айтып жатырмын. Яғни дөңгелегін үрлегеннен кейін осындай манометрменен дөңгелектің ішіндегі қысымды өлшейді. Аз ба, көп па, қалыпты болу керек, белгілі бір нормасы бар. Нормадан асып та кетпеу керек, жетпей де қалмау керек. Сол норманы сақтамаса дөңгелектің жарылып қалу қаупі туындайды. Сондықтан міндетті түрде шина монтаждарда осындай манометрмен дөңгелектің ішіндегі ауаның қысымын өлшеп жатады. Енді атмосфералық қысым тұрақты болып тұрмайды, үнемі өзгеріп отырады. Ауаның температурасына байланысты, жыл мезгілдеріне байланысты және жер бетінен биіктікке байланысты. Жер бетінен теңіз деңгейінен деп айтады көбіне оны ғылымда. Биіктеген сайын, әрбір 11 метр сайын атмосфералық қысым 1 миллиметр сынап бағанасына төмендеп отырады екен. Сол таблица жай салып қойдым сіздерге бос уақыттарыңызда қарау үшін. Бұл атмосфералық қысым туралы. Енді бізде тағы бір қысым бар, гидростатикалық қысым деген сөз. Ол мынандай ыдысқа құйылып қойылған тыныш тұрған сұйық бағананың ыдыстың түбіне немесе қабырғаларына түсіретін қысымын гидростатикалық қысым деп атайды. Ол қысымды есептеудің формуласы мынау: гидростатикалық қысым. Есептеудің формуласы мынау. Қотемлат қайдан шыққаны мына жерде көрініп тұр. Қысым деген күштің ауданға қатынасы, күш дегеніміз сұйық массасы менен еркін сөйлеуінің көбейтіндісі, масса тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі, көлденең қимасының ауданы мен биіктігінің көбейтіндісі деп бәрін орнына қойған кезде ең соңында біз мына формуланы аламыз. Во жаңа сұйықтың тығыздығы ыдысқа құйылған, Ж жаңа 10 еркін түсудегі тұрақты шама, H мына сұйық бағананың биіктігі. Сол арқылы мына сұйықтың ыдыстың түбіне түсіретін қысымын немесе қабырғаларына түсіретін қысымын, онда мына жерде мына қабырғаға түсіретін қысым, енді былай мына жерде мына бір нүктеге түсірілетін қысым десе, осы жерге дейінгі биіктікті білу керек болады. Мысалы, мына бір жердегі қабырғаға түсіретін қысымды анықтау керек болса, біз мына бір биіктікті білуімізге тура келеді. Мына жердегі биіктікті білуге тура келеді. Ал жалпы қабырғаға түсіретін қысымды есептеген кезде табанына түсіретін қысымның жартысына тең деп алады. Орташа қысымды алады. Өйткені қысым мына жерде ең аз бүйтіп ыдыстың түбіне қарай жүрген сайын қысым неғыла береді, көбейе береді. Ең үлкен қысым ыдыстың табанында. Ал бүйір қабырғаларына түсіретін қысымды есептеу үшін табанға түсірілетін қысымды, мына қысымды 2-ге бөлеміз. Бұл да естеріңде болсын. Кейбір есептерде, тапсырмаларда ондай жағдайда кездесіп қалады. Яғни мынау сұйықтың тығыздығы, айттық қойда мына биіктігі еркін түсудегі ρ(H) деген формула арқылы есептейміз гидростатикалық қысымды. Енді қозғалмай тыныш тұрған сұйықтың ішіне апарып қандай да бір денені батырсақ, онда не болады? Онда сұйықтың тарапынан батырылған денеге жоғары қарай бағытталған кері итеруші күш әсер етеді екен. Оны мынандай қарапайым тәжірибемен көз жеткізуге болады. Міне массасы 5 килограмм дене берілген, оның ауадағы салмағын өлшесек, ол 50 ньютон болды. Енді осы денені апарып динамометр ілінген денені сұйыққа батырамыз. Түбіне жеткізбей, сұйықтың ішінде ұстап тұрамыз. Сол кезде динамометр 50 ньютон емес, одан аз 35 ньютонды көрсетіп. Демек, мына дененің судағы салмағы неғылып кетті? Жеңілейіп кетті. Неге жеңілейді? Себебі судың тарапынан мына сұйыққа жоғары қарай бағытталған кері қарай итеретін күш әсер етеді екен.
Ол кері итеруші күш дененің ауадағы салмағы менен сұйықтағы салмағының айырмасына тең. Қазіргі жағдайда мына сұйыққа батырылған денеге 15 ньютон кері итеруші күш әсер етеді екен. Енді бұл кері итеруші күшті есептеу кезінде сәл ыңғайсыздық туғызады. Осындай әдіспен де есептеуге болады, бірақ сәл ыңғайсыздық туғызады. Ауадағы салмағын, судағы салмағын өлшеп, сосын айырмасын есептеу керек. Енді зертханалық жағдайда ол қиын емес, ал мына дененің көлемі өте үлкен болған жағдайда, мысалы суда жүзетін кемелер, алып кемелерге әсер ететін кері итеруші күшті біз қалай есептейміз? Оның ауадағы салмағын, судағы салмағын өлшеу қиындық келтіреді, ыңғайсыздық келтіреді. Сондықтан кері итеруші күшті есептеудің басқа бір тәсілдерін, амалдарын ойлап табу керек болды. Осындай жұмыспен айналысқан ежелгі гректің ғалымы Архимед. Сондықтан кері итеруші күшті есептеуге арналған Архимед ұсынған формула бар, ереже бар. Сол ереже, сол формула бізде қазір физикада Архимед заңы деп аталады. Ол ереженің қайдан шыққандығын білу үшін тағы мына суретке сәл назар аударайық. Мына ыдыстың шүмегі бар екен. Мына су шүмекке дейін толтырылған. Мына денені біз батырған кезде сұйыққа, мына шүмектен қасындағы стаканға су ағып шығады. Қанша су ағып шығады? Мына дененің көлемі қанша болса, сонша су стаканға ағып құйылады. Енді осы стакандағы судың салмағын өлшесек, ол 15 ньютонға тең болып шығады екен. Бұдан қандай қорытынды? Кері итеруші күш дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең дейді. Дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең. Немесе басқаша айтамыз, көлемі дененің көлеміндей болатын сұйықтың салмағына тең деп айтуға болады. Мына сұйықтың көлемі дененің көлеміне тең ғой. Көлемі дененің көлеміндей сұйықтың салмағына тең болатын күш кері итеруші күш болып табылады. Міне осыны Архимед былай деп тұжырымдады өзінің заңында. Сұйыққа немесе газға батырылған денеге оны сұйыққа батқан бөлігі көлеміндегі сұйықтың салмағына тең ығыстырушы күш әсер етеді деп Архимед күштің мынандай формуласын біз есептер шығару кезінде қолданамыз. Мына сұйықтың тығыздығы, дененің көлемі, еркін түсу үдеуі. Енді мына Архимедтің заңындағы тұжырымға сәйкес жазсақ, Архимед күші дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең деп тұр. Сұйықтың салмағын есептейтін формула судың массасы көбейтілген ж. Енді судың массасын қалай өрнектеуге болады? Судың тығыздығы менен судың көлемі арқылы өрнектеуге болады. Ал судың көлемі тең, дененің көлеміне тең. Ығыстырып шығарылған судың көлемі дененің көлеміндей. Сондықтан судың тығыздығының орнына судың көлемінің орнына дененің көлемін қойсақ, біз мына формуланы аламыз. Мына тұрған осы. Сонда бұл формула өте бізге ыңғайлы. Дененің ауадағы салмағын, судағы салмағын өлшеп, оның айырмашылығын тауып жатпаймыз. Сұйықтың тығыздығын білсек, дене батырылатын және дененің батқан бөлігінің көлемін білсек жеткілікті. Егер дене толық бататын болса сұйыққа, онда дененің толық көлемін аламыз. Енді белгілі бір бөлігі бататын болса, батқан бөлігінің көлемін алып, біз Архимед күшін есептей береді екенбіз. Мынандай есеп берілген. Көлемі 100 сантиметр куб болатын дене батырылған суға осы денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтаңдар. Ығыстырушы күш деп отырғанымыз Архимед күші есептің шартын жаздық. Мына жерде 100 сантиметр кубты метр кубқа айналдырудың жолын көрсетіп қойдым. Формуласын жазамыз Архимед күшін, орнына қоямыз сан мәндерін.
1 ньютонға тең Архимед күші әсер етеді деп есептеп шығарып қойды. Бұл сіздерге мысал, үлгі. Немесе мына есеп сәл күрделеу. Керосинге массасы 500 грамм дене килограммға айналдырылып, темір кесегі батырылған дене темірден жасалған екен. Ығыстырушы күшті анықтаңдар. Берілген темірдің тығыздығы, сосын керосиннің тығыздығы. Керосинге батырылған. Архимед күшінің формуласын жазамыз. Керосиннің тығыздығы көбейтілген дененің көлемі. Бірақ есептің шартында бізге дененің көлемі берілмеген. Онда не істейміз? Дененің көлемі масса мен тығыздық арқылы табамыз. Мына формуладан тығыздық дегеніміз массаның көлемге қатынасы болса, көлем дегеніміз массаның тығыздыққа қатынасы. Жерге шатыстырмаймыз. Денеміз темірден жасалған, темірдің тығыздығын қоямыз. Сөйтіп, дененің мына формулада, Архимед заңындағы формуладағы дененің көлемінің орнына апарып, мына өзінің мәнін өрнегін қоямыз. Мынандай көбейтінді шықты. Соны сәл тәртіпке келтіріп жазамыз. Керосиннің тығыздығының темірдің тығыздығына қатынасы м-ші деп әдемілеп тәртіпке келтіріп жаздық та, орындарына сан мәндерін қойып есептесек 0,8 ньютонға тең Архимед күші әсер етеді екен деп есептің шешімін жауабын жазамыз. Енді бұл Архимед күшінің практикада қолданылуының кең несі бар, ауқымы бар. Бұл Архимед заңының ашылуы бізде су транспортының дамуына мүмкіндік береді. Сондықтан суда, теңіздер мен мұхиттарда жүзіп жүретін алып кемелердің жүзу шарттарын тағайындау үшін бізге жалпы дененің жүзу шарттарын білуіміз керек. Билейді. Ауырлық күшімен, ол үшін ауырлық күшімен Архимед күшін салыстырамыз. Егер ауырлық күші Архимед күшінен көп болатын болса, дене батады. Сұйықтың түбіне барып түседі. Егер ауырлық күші Архимед күшіне тең болатын болса, онда дене сұйықтың ішінде, кез келген жерінде, тепе-теңдікте тұрады. Немесе сұйықтың ішінде жүзеді деп айтуымызға болады. Ал егер Архимед күші ауырлық күшінен көп болатын болса, суретте көргендей, онда дене сұйықтың бетіне қалқып шығады. Бірақ біз осы жағдайларды осылай қылып айтамыз, бірақ дене батып болғаннан кейін, сұйықтың түбіне батады ғой, батып барып тынышталып орныққаннан кейін Архимед күші мен ауырлық күші қайтадан бір-біріне теңеседі. Есептер шығарған кезде батты десе, есептер шығару кезінде дене батып тұр, толық батып тұр десе, біз Архимед күші мен ауырлық күшін теңестіріп, формуламызды түрлендіріп шығара білеміз. Мына жерде де солай дейді. Екеуі бір-біріне тең болып, сұйықтың ішінде тұр десе де, теңестіреміз өзінен өзі. Мына жерде де қалқып шыққаннан кейін, сұйықтың бетінде қалқып шықты ғой, қалқып шыққаннан кейін тынышталды, яғни Архимед күші мен ауырлық күші бір-біріне тең. Мына сұйықтың бетіне қалқып шыққанға дейін Архимед күші артық болады. Сұйықтың бетіне қалқып шыққаннан кейін, тынышталғаннан кейін екі күш бір-біріне тең болады екен. Міне бұл денелердің жүзу шарттары туралы білуге тиісті нәрсеміз. Сәл мынаны енді тығыздыққа қатысты түсіндіруге болады мына жерде. Мына суреттерге қарап отырып, егер сұйыққа батырылатын дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан үлкен болса, батады. Суретте көрініп тұр. Мрамор тығыздығы 2700, судың тығыздығы 1000, мрамор сұйықтың түбінде жатыр. Мұздың несі тығыздығы? Қайда мұздың тығыздығы? 900 дейді. Мұздың тығыздығы 900, ол судың тығыздығын аз болғандықтан, мінекей судың бетінде тұр. Ағаш бетінде тұр деген сияқты. Егер дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан кіші болса, онда ол сұйықтың бетіне қалқып шығады.
Ал эгер мына жерде сүрөттө көрсөтүлмөгөн тыгыздыктар тең болатын болсо, онда сыйыктын үчүндө жүзөдү. Абадагы жагдай үчүндө солай. Абадан газдын тыгыздыгы абанын тыгыздыгынан аз болсо, ол жанагы абанын бетинде жогору көтөрүлөт деген сөз. Тыгыздыгы көп болатын болсо, онда абанын атмосферанын түбүнө түсөдү деген сөз. Бул дененин жанагы жүзүү шарттарынын күчтөр аркылуу және дене менен сыйыктын тыгыздыгы аркылуу түшүндүрүлөбү. Эndi абада козголатын дагы да бир денелер бар. Олар әуе шарлары деп аталат. Воздушные шары. Әуе шарларынын карапайым мисалын сиздер жакшы билесиздер. Бул кәдимги гелий толтурулган миrekелик шарлар. Ул жогору көтөрүлөт абада. Гелийдин тыгыздыгы абанын тыгыздыгынан аз, сондуктан жогору көтөрүлүп, үйдүн ичинде болсо төбөгө тирелип турат. Бөлмөнүн ичинде болсо ондай шарлар, ал ачык абада болсо, көбүнө мына соңку коңурау, алгачкы коңурау кезиндеги салтанаттарда ушундай әуе шарларын, гелий толтурулган шарларды колдорубузга ұстап кое берсек, булар аспанга көтөрүлүп кеткендигинин калай куәсі болдуңуздар. Эndi сонун физикалык түшүндүрмөсүн биз азыр айтабыз. Эгер әуе шарларына жанагы абадан жеңил газ толтурулган болсо, онда олар көтөргүч күчтүн әсерине жогору карай көтөрүлүп кетеди. Ал бул көтөргүч күчүн калай аныктайбыз? Көтөргүч күч былай аныкталат. Архимед күчү менен ауырлык күчүнүн айырмасы менен аныкталат. Мына жерде көрсөтүлүптүр. Архимед күчү кара түс менен ауырлык күчү экөөнүн айырмасы болуп табылат. Мына кызыл шардын көтөргүчү күчү. Көтөргүч күч мунун кандай жүктү көтөрө алатындыгын билдирет. Мына жерде ачкан Архимед күчү. Мына формула боюнча ауырлык күчү биз mg дейт, mg, да? Так, массасын, мына шардын ичинде толтурулган газдын массасын газдын тыгыздыгы менен көлөмү аркылуу өрнөктөсөк, мындай формула чыгады. Сөйтүп экөөнүн айырмасын табуу аркылуу шардын көтөргүч күчүн эсептеп чыгарууга болот. Мындай эсептерди биздин көбүнчө тапшырмаларында кездешет. Сондуктан мындай эсептерди чыгаруунун жолун билген дурус. Эndi мына соңку слайд, бул осы бүгүнкү сабакта айткан нерселеримиздин баардыгын эмес, мына Архимед күчүнө катысты корутунду дүнүйлөр ушул жерде жазылган. Бусу менен сабактын теориялык бөлүмү аякталды. Көчөбүз практикалык бөлүмгө. Эсептерди карайбыз. Эсептер кайда? Эсептер бул жерде көрүнбөй атат азыр. Эсеп кайда? Эсепчи алып тастаганмын. Есеп мына. Есеп мында. Так, ал биринчи сурак ал дейт. Деңиз деңгээлиндеги атмосфералык кысым эмнеге тең дейт? 100 килопаскаль дейт. Дәл мәни
1,3 kilopaskal немесе 760 миллиметр сынап бағанасы. Бұл атмосфералық қысымға қатысты сұрақ. Келесі сұрақ гидравликалық машинаға қатысты. Кіші поршынге 200 ньютон күш әсер етеді. Кіші поршынның ауданы мынандай дейді. Үлкен поршынның ауданы мынандай. Үлкен поршынды жоғары итеретін күшті сұрап жатыр. F2-ні сұрап жатыр. Гидравликалық машиналардың формуласын жазамыз. F1-дің F2-ның F1-ге қатынасы тең болады. S2-ның S1-ге қатынасына. S2-ның S1-ге қатынасы. Осылайды түрлі әдістермен шығара беруге болады. Мынаның орнына қоюға болады. Болмаса қатынасты, аудандардың қатынасын тауып есептеуге болады. F1-міз нешет? 200-ді. 200-ді қоямыз. Мына жерге S2-міз 20, мынауымыз 4. Сонда қатынас нешеге тең? 5-ге тең. Осы жерден F2 тең болады. 200-ді 5-ге көбейтеміз. 200 көбейту 5 тең болады. 1000 ньютон. Енді жауап. Ауызшада шығаруға болады есепті. Мына поршындардың ауданның қатынасын табамыз. S2-ның S1-ге, ол 5-ге тең. Демек, мына F2 күш бірінші күштен 5 есе көп дейміз. 1000 ньютон деп те жаза салуымызға болады. Бірақ мынау қайдан шықты деп сіздер сұрақ туындамас үшін мен шығарып жатырмын. Келесі есеп гидростатикалық қысымға берілген. Сұйықтың гидростатикалық қысымын есептеу үшін қандай формула қолданылады деген жерде бірнеше формулалар берілген. Соның гидростатикалық қысымның формуласы мынау. Мынау жерде мынау кәдімгі қысымның жалпы формуласы. Мынау гидродинамикалық қысым. Гидродинамикалық қысым. Мынау жалпы қысым, қатты-денелердегі қысым. Мынау MGH деген, бұл MGH. Мынау ρGH шатыстырмаңдар. Екеуі бір-біріне ұқсас. Көбіне балдар шатыстырып мына формуланы белгілеп қойды. Потенциалдық энергияның формуласы MGH деген. Так. Не болып қалады осы? Келесі есеп. Есептер араласып жатыр екен, жарайды енді. Мен оны реттемеген екен. Келесі есеп әуе шарына берілген. Әуе шарының көлемі мынандай дейді. Мәссаған. Әуе шарының көлемі мынандай дейді. Ауаның тығыздығы. Рho ауа. Шардың ішіндегі мынау гелийдің тығыздығы. Рho гелий деп қояйық. Шардың көтеруші күшін тапты. F күш табу керек. Естеріңде ме? Презентациядағы көргендеріңізді визуалды көз алдымызға келтіреміз. Көтеруші күш дегеніміз ол Архимед күші, азайту, ауырлық күші. Көтеруші күш дегеннен кейін ол жоғарыға бағытталады. Архимед күште жоғары бағытталған, яғни Архимед күшінен ауырлық күшін алып тастаймыз. Шатыстырып, қай күштен қай күшті алсам екен деп ойланып отырулар мүмкін. Ауырлық күш төмен бағытталған, Архимед күш жоғары бағытталған.
шар жоғары көтерілу үшін мына күш көп болу керек қой. Сондықтан Архимед күшінен ауырлық күшін алып тастаймыз. Архимед күшінің формуласын жазамыз. Ро ауа. Өйткені шар ауада қозғалып жатыр жоғары қарай. Ро ауа. Ж. Сосын шардың көлемі. Азайту. Енді ауырлық күшін жазамыз. Ауырлық күші өзімізге таныс формула mg. Mді ашамыз. М деген ауа шарының ішіндегі газдың массасы. Ол газдың тығыздығы менен шардың көлемінің көбейтілген. Енді қараймыз, мына жерде мына екеуі ортақ көбейткіш. Шақшаның сыртына шығарып жібереміз, қайта көбейтіп жатпас үшін. Мен жейді. Ішінде не қалады? Шақшаның ішінде ро ауа минус ро газ деген қалады. Міне. Ақшамды алдық. Есептейтін формуламызды енді орнына қойып есептеу қалды. Көлем 2000 дейді. Метр куб. КБЖ-да беріліп тұр. Оны 10-ға көбейтеміз. 20.000 болады. Көбейтеміз. Ауаның тығыздығы 1,29. Гелийдің тығыздығы 0,18. Тең болады. 20.000-ға 20.000-ды көбейтеміз. 1,11. 1,1. Сонда не шығады? 22 де 200 шығады. 22 де 200 шығады. 22.200 деген қайда тұр? Мына жерде. А жауапта 2220 дейді. Қатысып кетпеңдер. 20.000-ды 1,1-ге көбейтсек 22.200 болады. Міне әуе шарының есебін осылай шығарамыз. Презентацияда көрсетілген формуланы қолданып жатырмыз. Мына қайттан гидравликалық пресс. Мынау кіші поршынның ауданы. S1. Поршын 20 сантиметрге төмен түсті дейді. H1 дейік. Мынау үлкен поршынның ауданы S2. Үлкен поршын қандай биіктікке көтеріледі? H2-ні табу керек. Қатынасты жазамыз. S2-нің S1-ге қатынасы, үлкен поршынның кіші поршынға қатынасы тең болу керек. H1-дің H2-ге қатынасына былай көбейткен кезде өзі үйлесіп тұру керек. S2 мен H2, S1 мен H1. Орындарына қоя қоямыз. S2-міз 200, S1-міз 10 тең болады. H1 20, H2-ні табу керек. 200-ді 10-ға бөлсек 20 ма? 20 тең болады. 20 бөлінген H2. Жерден H2 неге тең? 1-ге тең. 1 сантиметрге ғана көтеріледі екен. Өйткені мына үлкен поршынның ауданы кіші поршынның ауданынан 20 есе көп болатын болса, онда көтерілетін биіктік 20 есе аз болады. Кіші поршын 20 сантиметрге төмен түссе, үлкен поршын 1 сантиметрге ғана көтеріледі. Бұл есептің де шешімін оңай тауып алды. Енді алтыда не дейді? Егер тереңдік 3 есе артса дейді, ыдыстың түбіндегі сұйықтың қысымы қалай өзгереді дейді. Ыдыс түбіндегі сұйықтың
қысымын есептейтін формула гидростатикалық қысым ро ж h. Мынау 3 есе артса дейді. 3 есе артса, онда мынау да не қылады? Тура пропорционал болып. Бұл қысым да 3 есе артады. 3 есе артады. Болды. Мынау 3 есе кемісе биіктік, 3 есе кемейді, азаяды. Қандай биіктікті атмосфералық қысым теңіз деңгейдегі қысымның шамамен жартысын құрайды дейді. Кейін бұл есепті кішкене балдар шығаруға қиналып қалады, бірақ бұның ешқандай қиындығы жоқ. Біз жаңа не деп айтып едік? Мынау теориялық бөлімде, презентацияда әрбір 11 километр сайын сым қанша? 1 миллиметр сынап бағанасына азаяды деп едік. Енді бізде айтады, теңіз қандай биіктікте қысым жартысын құрайды дейді. Жартысын, яғни әрбір 11 километр сайын 1 километр сынап бағанасына, 1 миллиметр сынап бағанасына азаятын болса, оның жартысы дегенім 0,5 миллиметр сынап бағанасы. Жартысы. Есептің жартысын құрайды дейді. Онда оған сәйкес биіктік қандай болу керек? Мынаның жартысы 11 километрдің жартысы 5,5 километр болу керек. Жауап болды. Шықты есеп. Осылай шығарамыз. Жаңағы әрбір 11 километр сайын 1 миллиметр сынап бағанасына төмендейтіндігін ескеруіміз керек. Мына жерде не дейді? Мына жерде қайтадан гидростатикалық қысым. Тұщы судағы 15 метр тереңдіктегі 15 метр h гидростатикалық қысымды есептеңіз. Формуланы білсек, есепті шығара саламыз. Ро и h. Мың 10-ға көбейткен 10 мың, биіктігім 10 деп жазайын деп жатса, мына жерде 9,8 деген екен есептің шартында. 9,8 десе 9,8 дейсіңдер айтты. Есептің жауабына келмей, жауап жоқ деп отырасыздар. Көбейтілген 15 бар. Егер 10 болған кезде 150 мың болатын еді. Қалай ғой? 10 мыңға көбейтсек 15, 150. Бұлай болып шығар еді. Мынау не болады? 147 болады. 9,8 15-ге көбейткенде 147, 1470 болады. Сосын неше нөл бар? Мына жерде 4 нөл бар. Сатысып кетпей жалайық. 2, 3, 4. Ең болады. Нөлдерді санайық. 4 нөл, 5 нөл. Мегаға келтірсек 6 нөл. Мына 14-тен кейін айыруымыз керек. 14,7 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіндегі паскаль. Немесе бұл дегеніміз 14,7 мега паскаль. Мега паскаль қайда тұр? 14,7 47 0,147. Ондай жауап жоқ, қазір қарайық. 14 15-ті көбейтсек 150. Мына біреу артықта 150. 15-ті 10-ға көбейткенде 150, 150-дің 147. Мына біреу артық екен. Онда мынау ше болады? 14,7.
1,47 мегапаскаль. Так. 147, 150 болар еді, 9,8-ге көбейткенде 147, 1,0-ден артық салып. Так, бұл гидростатикалық қысымды есептеу формула мынау. Әрі қарай есептеуден қателеспеу керек. Әрі қарай гидравликалық көтергіште 500 кг массалы жүкті көтеру үшін 1000 ньютон күш қажет. Поршындардың аудандарының қатынасын табыңдар дейді. S2-нің S1-ге қатынасын тап дейді. Бұл неге тең? F2-нің F1-ге қатынасы. F2 дегеніміз мынау. 500 кг массалы жүкті көтеру үшін мынанша күш қажет. Мынау F1-іміз. Мынау F2. M2. Так. Енді F2 дегеніміз M2 G. M2 G. G-ді 10 деп алсақ, 5000-ді M2 500, 5000 ньютон. Сонда S2-нің S1-ге қатынасы тең болады. F2-міз 5000, F1-міз 1000. Нешеге тең сонда? 10-ге тең. Жауап. Мына жерде есептің ерекшелігі екінші күшті масса арқылы берген, соны есептеп шығару керек. Енді мына жерде еш адыспау керек. Гидравликалық көтергіште мынандай массалы жүкті көтеру керек. Яғни көтерілетін жүгіміз ол жүкті көтеру үшін керек болатын күш екінші күш. Ал мынау 1000 ньютон күш ол кіші поршынға түсірілетін күш. 1000 ньютон күшпенен біз 5000 ньютон күшті көтеруіміз керек жоғары қарай. Осыған сәйкестендіріп, гидравликалық престің формуласы бойынша жазып отырмыз. Так, мұны есепті шығару үшін істейік тағы. Орын дайындап алу керек. Көтеріп, орын дайындап алайық. Архимед заңының есептерді сығалап тұр екен бізге. Шардың көлемі дейді. Мына жерді кішкене орын кеңейтіп алайық. Так. Бір жауап жоғалып кетті ғой, жарайды. Алды ма жаңа? Қарындашымызды алайық, күшкімізді. Так, шығарайық есепті. Әуе шары тығыздығы мынандай ыстық ауамен толтырылған. Тығыздығы. Бұл шардың ішіндегі газдың тығыздығы бүйтіп қояйық. Мынау ауаның тығыздығы. Ауа. Мынау шар көтеретін жүктің массасы. Бізге нені сұрап жатыр? Көлемі қандай болу керек дейді. Шар көтеретін жүктің массасы көлемі қандай болу керек деп сұрап жатыр. Жаңа көтеруші күшіміз, өйтіп жазайық формуланы. Көтеруші күшіміз Архимед күшіменен кімнің?
ауырлық күшінің айырмашылығы еді. Енді көтеруші күшіміз шар массасы мынандай жүкті көтере алады дейді. М-ға тең. Қалған ашамыз. Архимед күші мен ауырлық күші. Мынау М-ға тең болады. Мынау шардың көтеруші күші беріп тұр бізге. Архимед күші ро ауа, жи В шардың көлемі. Алып тастаймыз. Шардың ішіндегі мына ыстық ауаның шардың қабығымен қоса алғандағы салмағында. Ол дегеніміз ро газ көбейтілген жи көбейтілген шардың көлемі. Жаңағыдай мына ортақ көбейткіш екеуіндегі жи В-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Ішінде ро ауа минус ро газ қалады. Осы жерден бізге нені табу керек? Мына көлемді табу керек. Ол көлем тең болады. Бөлшекті сызамыз. Бөлімінде оның қасындағылар жазылады деп едік. Жи ро газ алынған ро ауа алынған ро газ. Мына жерде М жи. Мынаны бөлеміз. Ықшамдап келгенде соңғы формула мынау шықты. Ол мына сол жақта М-ға көтеруші күшке теңесіп жатыр ғой. Мына жи менен жи қысқарып кетеді. Сонда В тең болады. Массаны 270 килограммды бөлеміз тығыздықтардың айырмасына. 1,29 азайту 0,95 тең болады. 270 1,29-дан 0,95-ті алып тастайық. 1,29-дан азайтамыз 0,95-ті. 0,34 дейді. 270-ті бөлеміз 0,34. Бөлсек 794,1 метр куб. Шардың көлемі осындай болады екен. Көлеміне қарап, оның өте үлкен шар екендігін бажайлауға болады. Келесі бетке өтейік. Келесі беттегі үш есеп бар екен. Үшеуі де Архимед үстінде берілген есептер. Архимед заңында берілген есептер. Массасы 5 килограмм дене толығымен суға батырылған. Дененің тығыздығы мынау. Судың тығыздығы мынау. Архимед күшін тапты. Архимед күшінің формуласын жазамыз. Нені тап дейді, соның формуласын жазамыз. Ро су жи В. Судың тығыздығы бар, дененің көлемі жоқ. Дененің көлемін өрнектейміз. Массының дене тығыздығына қатынасы. Шамдап жазамыз. Ро су, ро дене көбейтілген М жи. Болды, формула қорытылды. Есептейтін формуланы тағайындап алдық. Енді шығара беруге болады. Смело. Судың тығыздығы, дененің тығыздығы неше дейді? 2500. Тығыздығы көп болғандықтан ол толықтай батып кетеді. Көбейтілген массасы 5. Оны 10-ға көбейтем. 50. 2500 бенен 50 қысқарады.
Мына жерде не қалады? 50 қала ма? 1000-ды 50-ге бөлсем неше болады? 20 болады. Архимед күші неше ньютон? 20 ньютон деген аз. Болды. Енді ағаш кесегі суда өз көлемінің 4-3 бөлігіне батып жүзеді. Егер судың тығыздығы мынандай болса, ағаштың тығыздығын тап дейді. Ағаш судың бетінде қалқып тұр. Демек, ауырлық күшіменен, бағанағы айтып едім теориялық бөлімде, Архимед күші бір-біріне тең деп екеуін теңестіріп аламыз. Енді ауырлық күшінің формуласы бойынша ашамыз. Ауырлық күші дегеніміз mg тең болады. Архимед күші дегеніміз ро су көбейтілген g көбейтілген көлем. Көлемі түгел бап тұрған жоқ. 4-тен 3 в. Көлемнің 4-тен 3 бөлігі. Енді мына жақтағы массаны ашайық. Бұл дененің массасы ғой жаңағы. Ағаш пен зәдет. Ағаш дененің массасы. Оның суға батпағандағы массасы түгел көлеммен анықталады. Ол ро ағаш көбейтілген көлемі көбейтілген g тең болады. Мынаны 4-тен 3 коэффициент алдына шығарып жазайық. Ро су g көбейтілген в. Қараңдар, мынау менен мынау қысқарып кетеді. Сонда бізде қандай формула қалды? Ро ағаш тең болады 4-тен 3 ро су қалды. Тең болады. Судың тығыздығы 1000 болса, 3-ке көбейтіп 3000 дейміз. Оны 4-ке бөлеміз. 3000 жартысы 1500, 1500-дің жартысы 750 килограмм метр куб. Ағаштың тығыздығы 750 деген жауап бар ма? Бар екен. Көбіне ағаштың тығыздығы 500 деген кездеседі есектерде. Бізде 750 шығып жатыр. Себебі ағаштың түрлі сорттары бар. Қайың, қарағай, тағы бірдеңе деген соған байланысты, ағаштың сортына байланысты тығыздықтары түрліше бола береді, бірақ судың тығыздығына аз болатындығы түсінікті. Мынау не жатыр? Мынау көлем 200 сантиметр куб, оны метр кубқа айналдырсақ 2 көбейтілген 10-ның минус 6, мына 2 нөлмен екеуі кеміп метр куб. Массасы мынандай металл шар, тығыздығы мынандай керосинге батырылған. Керосиннің тығыздығы толығымен батырылған дейді. Керосиндегі шарға қандай ауырлық күші әсер етеді дейді. Еркін түсуге мынандай дейді. Енді бұл есеп қарапайым. Ауырлық күшінің формуласы масса көбейтілген сүйеу. Керосинге батып тұрса да, дене қайда болса да, суда бола ма, керосинде бола ма, бәрібір оған, аспанда бола ма, оған әсер ететін ауырлық күші бір ғана формуламен есептеледі. Сондықтан мынаны массасы 1,4-ті көбейтеміз. 9,8 деп тұр. 10 десек 14 ньютон болар еді. 9,8 дегеннен 14 ньютонға жетпей қалады. 13,7 ньютон. Жауап. Мына қалған мәліметтердің барлығы
артық берілген деп есептеуге болады. Я болмаса мына ауырлық күші Архимед күшіне тең десеңдер, Архимед күші арқылы да есептеуге болады. Онда масса қолданылмай қалады да. 800-ді көбейтеміз 2-ге. Оны 9,8-ге көбейткенде қайда шығамын екен? Жарайды енді. Басында қатырмай, қиын жолға бармай, жеңіл жолмен осылай есептей қоямыз. Ауырлық күші дедім, болмасын деп. Еркін сөйлеудің көбейтіндісі арқылы есептеледі. Міне. Болды. Неше есеп? 13 есеп шығар. Архимед күшіне, электростатикалық қысымға, атмосфералық қысымға және не бар еді? Гидравликалық машиналарға, гидростатикада қарастырылатын дүниелердің барлығына тоқталды. Бұл тақырыпқа да үй тапсырмасы беріледі. Қарайсыздар. Сөйтіп біз түгел курста физиканың басынан бастап, нөлден бастап, аяғына дейін, орысша айтқанда А, до, Я қайталап шықты.